Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл ресторандағыдай болып шығатын өте дәмді мясо по-тайски тағамын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым әрі жылдам уақытта дайын болатын тағамдардың бірі, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамды дайындау үшін бізге 500 граммдай ет қажет болады. Менде бұл жерде сиырдың еті, кез келген қойдың немесе жылқының еті де жарай береді. Көкөністеріміздің барлығында осылай жуып тазалап ашып дайындап қоямыз. Ал енді етімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жапырақтап турап шығамыз. Өйткені мясо по-тайски тағамы жылдам дайындалатын болғандықтан етіміз тез пісу керек, сондықтан осылай жұқалап жапырақтап турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай табамызды қыздырып, ішіне бір кесені қатты толтырмай сұйық майды құямыз. 130 граммдай шығады. Енді осы қызып тұрған майымызға етті салып жақсылап қуыратын боламыз, екі беті қызарғанша. Қазір еттің де бойынан өзінің сөлі, яғни су шыға бастайды. Сол суы толықтай тартылғанша етті қуыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай міне су шығып бастап жатыр. Енді толықтай тартылғанша осы отта қалдырамыз. Оған дейін біз көкөністерімізді турап дайындаймыз. Пиязды дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі бөлшектерге бөліп жапырақтап турап шығасыздар. Менің пиязымның көлемі орташа болғандықтан 4 бөлшекке бөле салдым. Сіздердің пияздарыңыз үлкен болса 4-ке немесе 6-ға бөлсеңіздер де болады. Келесі кезекте бағдаршам бұрыштарында дәл осы пияз секілді жапырақтап ірілеп турап аламыз. Қатты майда болып кетпесін қазір, өйткені пісу барысында да көлемі біршама кішірейетін болады. Құрметті көрермендерім, каналымның әрі қарай өсіп, алға жылжуына және де қазақша фудблогтың дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сарымсақты да осылай кішкене майдалау етіп турап шығамыз. Келесі кезекте қиярды да дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөліп ұзыншалау етіп турап аласыздар. Негізі бұл тағамды әркім өзінің қалауы бойынша дайындап жатады. Қаласаңыздар қияр қоссаңыздар да немесе қоспай қойсаңыздар да болады. Осы уақыт аралығында біздің етіміздің суы толықтай тартылып, осылай әдемі болып қуырылып жатыр. Енді осы қуырылып жатқан етіміздің үстінен жаңағы жапырақтап турап алған пиязымызды салып, жақсылап араластырып, оны да бір 2-3 минуттың көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Мен жарты шай қасықтай қостым. Тұзды мейлінше мұқият қосыңыздар, өйткені қазір соя соусының да құрамында тұз бар. Және де 2 дана лавр жапырағы мен кішкене қара бұрыштан да аздап салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Етіміз қатты болып қалмай, жұмсақ әдемі болып пісу үшін кесенің түбімен кішкене су құйып жіберіп, араластырып, оттың астын баяу етіп қоямыз. Енді бетін жауып бір 20 минуттай тағы да бұқтырып аламыз. Мінеки 20 минут уақыт өтті, етіміз пісіп қалды, жұмсарып. Енді үстінен ұзыншалап турап алған қиярымызды салып араластырамыз. Қиярды 1-2 минуттың көлемінде қуырып аламыз. Келесі кезекте осының үстінен турап алған бағдаршам бұрыштарын және де сарымсақты салып жақсылап араластырып аламыз. Сарымсақ пен бұрышты осылай міндетті түрде тағамымыз пісуге жақын қалғанда, яғни соңғы жағында қосыңыздар, өйткені езіліп кетсе онша әдемі болмай қалуы мүмкін. Енді осы кезде үстінен 4 ас қасықтай соя соусын құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Маған кішкене соусы аздау сияқты болып көрінді. Тағы да 1 ас қасықтай соя соусынан қостым. Міне көріп тұрсыздар, түсі өте әдемі болды. Енді осы бұрышты салғаннан кейін бетін жауып, тағы да баяу отта бір 5-10 минуттай ғана бұқтырып алсаңыздар жеткілікті. Осымен біздің мясо по-тайски тағамымыз дайын болады. Қасына ендігі кезекте біз гарнирді пісіретін боламыз. Өздеріңіз қалаған кез келген гарнирді дайындасаңыздар болады, бірақ бұл тағамды көбінесе күрішпен ұсынып жатады. Қазір сіздермен бірге шашыраңқы күріш дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 1,5 кесе күріш саламыз. Енді осы күрішті суымыз мөлдір түске еніп, бойындағы крахмалы кеткенше жақсылап 4-5 рет жуып аламыз. Енді пісіретін ыдысымызға 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жаңағы жуып алған күрішімізді салып, шамамен 1 минуттай қуырып аламыз.
Осылай жақсылап араластырып отырып қуырамыз. Бұл жерде 1,5 кеседей күріш салдық. Енді сол күрішті өлшеп салған кесемен 2 кесе толтырып, қайнап тұрған ыстық суды құйып араластырамыз. Міндетті түрде осылай қайнап тұрған ыстық су құйыңыздар, өйткені қазір шашырап әдемі болып пісетін болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Мен жарты шай қасықтай қостым. Енді тағы да араластырып толықтай қайнағанын күтеміз. Толықтай бұрқылдап қайнағаннан кейін газдың астын өте баяу етіп қойып, қақпағын жауып, осы баяу отта 25 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пісірген күрішіміз жабысып қалмай, езілмей, осылай шашыраңқы болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді дайын болған тағамымызды дастарханға ұсына берсек болады. Ыдысқа бірінші осылай күрішті әдемілеп салып аламыз. Енді осының жанына көкөністермен бірге пісіріп алған етімізді саламыз. Құрғақтау болып қалмас үшін еттің шырынынан да аздап құйып шығамыз. Осымен біздің өте дәмді, дәл ресторандағыдай болып шығатын мясо по-тайски тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналыма кіріп, жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, менің барлық видео рецептерімнің тізімі шығады. Төмен қарай түсіріп көре бересіздер. Нағыз қазіргі сезонға лайықты, қысқа арнап жабылатын керемет банка жабу рецептері бар. Каналыма кіріп көріңіздер.